Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен балалардың ең сүйікті тағамы донер жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қызанақ, қияр, сәбіз салаты, дайын салат алдым. Тауық етін қайнатып, онда солом кетіп, турап дайындап қойдым. Енді лавашымызды алып, майонез, кетчубымызды салып, ішіне салмалардың барлығын рет-ретімен жайғастыратын боламын. Дайын болған лавашымызды енді әдемілеп ораймыз. Осылай орап, менде вафельница бар, соның ішіндегі насаткілерін ауыстырып, соған салып аламын. Егер де ондай жоқ болса, онда табаны қыздырып, табаға да салып алуға болады лавашымызды. Міне менің лаваштарым дайын болды. Ортасынан бір бөліп, сіздерге көрсеткім келіп тұр ортасын. Осындай өте дәмді, тез дайын болатын лаваш. Сіздер өз қалағандарыңыз қоссаңыздар да болады. Картопты да фри етіп салуға болады ішіне. Ал ас болсын. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Рахмет.